Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан өте тез әрі жылдам жасалатын котлетті жасайтын боламын. Дәмі бір жегеннен сіздерді ғашық ететін болады. Түрі де сондай әдемі болып шығады. Ал кеттік бірге жасайық. Ең алдымен бауырларымыз әдемілеп жуып алғанымыздан кейін дәл осылай етіп етті атқыштан бауырымыздың барлықтарын өткізіп аламыз. Мінеки осылайша барлық бауырларымызды өткізіп алғанымыздан кейін бір ұштық сәбізімізді және бір ұштық жуамызды, 2-3 бас чесногымыздың барлықтарын осылайша етіп етті атқыштан өткізіп аламыз. Мінеки осылай етті атқыштан өткізіп алғанымыздан кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып, бір қасық тұзымызды, бір ас қасық қара бұрышымызды салып, жақсылап тұрып барлығын араластырып аламыз. Мінеки осылайша барлық заттарымызды салып болғанымыздан кейін барлықтарын біркелкі етіп араластырып алып, үстінен бір кесе сүтімізді салып, барлықтарын жақсылап тұрып тағы да бір араластырып аламыз. Мінеки осылайша етіп барлықтарын араластырып алғанымыздан кейін үстінен бір жарым кесе ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінеки барлық қоспаларын салып жасалған біздің бауырымыз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майымызға салып жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мінеки біздің осылайша бауыр котлетіміз дайын болып пісіп шықты. Жасалу жолы өте қарапайым әрі әдемі дәмді болып шығатын бауыр котлеттеріміз. Балалардың сүйікті астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде комментария қалдырып лайк басып кетулеріңізді сұраймын.